Соңғы жылдары халықаралық қатынастар жүйесі трансформацияға ұшырап, араздасқан алпауыттар ашық айқасқа көшті. Әлемдегі көптеген қантөгістер Құдайдың атымен жасалған. Терроризмнің артында үлкен саяси мүдделер бар. Рухани діңгек қазақтың болмыс бітімі. Қазір ұлттың өзегіне радикалды идеология құрт боп түсіп, тарихи тамырды кеміріп жатыр. Дерттің емі қандай? Кез келген адамның дәстүрінен айырса, оның тілінен айырса, әдет-ғұрпынан айырса, ол ел болып қалуы екіталай нәрсе. Ағартушылықпен айналысуымыз керек. Әлемде геосаяси шиеленіс пен экономикалық дағдарысты дипломатиялық жолмен шешу қиын болып тұр. Тілдесе алмай тірескендер бір-біріне жаппай қырып жою қаруымен сес көрсетуде. Осылайша ақыр заман қаруы саясат сахнасында салмақ теңестіруші күшке айналды. Жаһанның тыныштығын бұзғандар өз мүдделеріне террорлық ұйымдарды пайдаланудан тайынбайды дейді сарапшылар. Современной геополитики қазіргі геосаяси жағдайда діни фактор өте белсенді қолданылады. Өйткені дін адамдарға ықпал етудің тиімді тәсілі. Сондай-ақ діни ұйымдардың коммерциялануы және саясилануы байқалады. Осман мемлекетінің 99% бодандықтан шықты. Бодандаушы мемлекет ешқашан сол мемлекетке ғылым мен техниканы алып келген жоқ. Сондықтан ол мемлекеттерде ондай жүйелі саясат жүргізілді. Терроризм әлеуметтік құбылыс емес. Бірақ кез келген елдегі кедейшілік пен жұмыссыздық лаңкестікке жағдай жасайды. Осындай ұрымтал тұсты ұтымды пайдаланатын сыртқы күштер көп жағдайда оқымаған, жұмыс істемейтін, өмірде орнын таппаған, күйзеліске түскен, масылшылдық көзқарастағы маргиналды жастарды жемтік етеді. Елімізде діни экстремизм, терроризм қылмыстары үшін 500-ден аса қылмыскер жазасын өтеуде. Өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар саны 14. На сегодняшний день более 500 осужденных. Бүгінгі күні 500-ден аса сотталған діни экстремистік, террористік қылмыс үшін жазаларын өтеуде. Мемлекет басшысы түзету мекемелері радикалды идеологияның ұясына айналмасын дегенді қатаң тапсырды. Бұл бағытта қылмыстық атқару жүйесі комитетімен кешенді жұмыстар атқарылуда. Радикалды көзқарасынан қайтпаған азаматтар өзге сотталғандардан оқшауланады. Бұл Айдос Бектенов, Атырау облысы Құрманғазы ауданының тумасы. Интернеттегі бір нелерге түсіп қалдық. Құрылған торға тұзаққа түсіп қалдық, солай болды. Айдос Бектенов қылмыстық кодекстің 257-ші, 24-ші баптарымен айыпталып сотталды. Ол заңгер болуды армандады, тіпті колледжге де түсіпті. Бірақ бірінші курстан кейін дінге ден қойып, ілімді мешіттен емес интернеттен іздейді. Бұл оны шыңырауға құлатқан басты қателігі болды. Себебі дін интернеттен үйренетін құндылық емес. Өгде ағымға түскен себебім өйткені білімді жетілдіргім келді, яғни тереңірек, көбірек алғым келді. Бірақ имамдардан емес, теолог мамандардан емес, керісінше жаңа интернеттегі сол бір өз ағымның, діннің вообще атын жамылған адамдардан Ахмад Мединский дейтіндер тыңдадым. Сосын Бурятский дейтін тыңдадым. Мен қызыққан нәрселер, олар бауырларымызға көмектесейік. Бұл жақта, яғни қақтығыс болып жатырған жерлердегі қинап жатыр, бұл жақта бауырларымызды қинап жатыр деген сияқты нәрселермен, яғни эмоцияға ұрынып. Мединскийда, Бурятскийда псевдо-салафиттердің радикалды идеологтары. Соңғысы солтүстік Кавказдан шыққан лаңкес. Бұлар дінді саясиландырып, зорлық-зомбылықты насихаттап, қарулы джихадқа адам тартқан қандықол қылмыскерлер. Кавказда көзін жоқ қылған Саид Бурятский деген болды. Сол 2000 жылдары мысалға біздің Атырауға келіп, уағыз насихаттарын жүргізіп, топ жинап сөйтіп жүрген адам ғой. Еркін кіріп, еркін шығып жүрген. Енді қараңыздар, қазір ондай идеологтар келе алмайды. Сондықтан олар әлеуметтік желін зерттейді. Әлеуметтік желде шекара жоқ. Деструктивті ағымдардың материалдарын
таратуға емес, тіпті өзіңе жүктеуге болмайды. Жүктедің бе, жауапқа тартыласың. Республикамызда діни экстремизм, терроризм қылмыстары үшін сотталғандардың шамамен 40% радикалды идеологтардың үгіт-насихат материалдарын жүктеп, сақтап, таратқан. Дені ақпаратты интернеттен көшірген. Ал деструктивті ұйымдардың таргетке қыруар қаржы бөлетіні белгілі. Сотталмасы бұрын мен жас болдым. 19 жаста, 19-18 жас деген ол дейтін. Кез келген адам біледі, ол жаста алып ұшар болып тұрады адам дейтін. Кез келген нәрсе ерік өткісі келіп тұрады, қызуқанды болып тұрады, қиналатыр, тағы бірдеңе дейтін нәрселерді естіген кезде білімсіздікпен ғой, жалпы негізінде. Сонымен ерік кету болды. Псевдоуағызшылардың лаңкестер қатарына адам тарту тәсілі белгілі. Алғашында ислам жайлы ақпарат таратады. Сол арқылы адамды өзіне қаратады. Негативті ойдың шырмауына қамап, дегендеріне көндіреді. Ақылды шектеп, дін, дәстүр, отбасы құндылықтарын аяқ асты етеді. Жатағынға ілестіріп, үйінен бездіреді. Исламның тазалық пен білімге үндейтін жағын сырып тастап, бірлікке емес, бүлікке үндейді. Контент әзірлеген кезде, мысалы, адамды арбау үшін, оның өзінің, мысалы, 5 минут деп қарастыратын болсақ, әр минуттың секундқа бөлінеді, соның үшін өзінің белгілі деңгейде адам психологияға әсер ететін кезеңдері бар. Бірінші кезекте адамның назарын аударту, екінші кезекте ортақ мәселені көрсету, сосын барып одан жолды көрсету, одан кейін қолдауды көрсету. Информационный воздействие деген кезде ықпал етудің нүктелі түрде дейді ғой. Бізде бар ғой, шығыс медицинасы нүкте деген секілді нүктесін табады. Әлеуметтік желідегі ең ауқымды және де әрбір адаммен манипуляция жасауға алып келетін бір құрылғы болып келеді. Әрбір адамның психологиясын, түр әлпетін барлығын шығарып, арнайы өзінің мамандары отыр. Яғни мына Инстаграм әлеуметтік желіде айтатын болсақ, бұл жерде өзінің қанша аудиториясы, охват қандай, өздерінің уағыз насихаттарын өту турасында ақпаратты толыққанды беріп отыр. Сол себепті мына әлеуметтік желіде ең басты назарға аударатын әлеуметтік гигиенаны сақтау. The New York Times газетінің дерегіне сүйенсек, Даиш халықаралық террористік ұйымы үгіт насихаттарын тарату үшін 2 миллиардқа жуық аккаунт ашқан. Материалдарын 23 тілде жариялады. Радикалды мазмұндағы ақпараттардың басым көпшілігі орыс тілінде. Негізгі қазіргі таңда жалпы әлеуметтік желілердегі негізгі тарату тілі орыс тілі. 9 айдың қорытындысына қарастырсақ, бізде жалпы осы интернет кеңістіктегі 51 мыңға жуық материал жойылған, сонымен бірге 53 материал бұғатталған. Айдосты адастыру тым оңай болған. Өйткені ол жеке парақшасында өзі жайлы бар ақпаратты жайып салған. Шетелдік псевдошейхтар сол мәлімет бойынша портретін жасап, өзіне және айналасына бұрмаланған діни деректі таратады. Бұл Атырау облыстық дін істері басқармасы жанындағы ақпараттық талдау орталығы. Бұндағы мамандар онлайн экстремистердің шабуылына тойтарыс беретін сараптамалық интернет платформасын әзірлеп, қолданысқа енгізіпті. Нәтижесінде радикалды топтардың блогерлер жиі ұйымдастыратын гиф арқылы да жерлестерімізге тор құрғаны әшкереленді. Гифт ұйымдастырып атқан бір ұйымдастырушыға Азамат есімді бір адам өзінің аккаунтын береді. Яғни мен сізге осындай көлемде ақша төлеймін, сіз маған аудитория жинап беруіңіз сұраймын деп. Ол гифт біткеннен кейін өзінің Инстаграм аккаунтын удалить етіп, себебі подписчиктер шығып кетпес үшін. Бірнеше уақыт өткеннен кейін ол аккаунтты восстановить етіп, өзінің 50 мың подписчигімен жұмысты жүргізе бастайды. Шетелдік топтарға бірнеше мыңдаған долларға сатып жүреді аккаунтты. Готовый аудиторияны. Аудиолистер, видеолистер, бана картинка қарайтын азаматтардың психотиптерін шығарып нүктелі тұр. Яғни отбасы құрған азаматтар болатын болса, ең басты отбасы құндылықтар турасында уағыз насихаттарын жүргізіп, ортасына өзі джихадқа немесе үгіт насихат, экстремизм, терроризмге үгіттейтін аудиожазбаларын немесе фотосуреттер арқылы жеткізеді бұл кісілер. Бұл автоматтандырылған жүйе, жұмыс істеу алгоритмі сергек іспеттес.
ақпаратты жинайды, өңдейді, қауіпті контент анықталған жағдайда аккаунт иесіне хабарлама жібереді. Сондай-ақ материал дінтану сараптамасына жолданады. Сараптама нәтижесі сотқа түсіп шешім шығады. Нәтижесінде Атырау облысының аумағы 95%-ке діни экстремистік, террористік, деструктивті контенттен тазартылған. Жалпы облыс аумағында деструктивті діни ағымнан зардап шеккендерге Шапағат орталығының мамандары ақпараттық, психологиялық, теологиялық тұрғыдан көмектеседі. Биыл Атырау облысы бойынша 320 мыңнан астам аккаунт зерделеніп, 24 мың парақшаны бұғаттау туралы ұсыныс жасалған. 50 адамға айыппұл салынды. Telegram мессенджері бар. Telegram мессенджерінде Telegram бот бағдарламасы ойластырған болды. Бұл бағдарламаға Қазақстан Республикасының әрбір азаматы кіріп, өзінің балалары қандай экстремистік топтарда, немесе террористік, деструктивті топтарда тіркелгендігі турасында біле алады. Және де егер сол топқа тіркелген болатын болса, яғни Қазақстан аумағында қандай заңдылық бар, бұл тіркелген немесе жүктелген жазбалар турасында барлық заңдылықтар көрсетіп, нұсқаулық берілетін болып, сол нұсқаулыққа сәйкес әрбір ата-ана бала өзінің парақшасын қандай да бір қауіптіліктен алдын алуға болады. Елбасының тапсырмасымен бойынша жусан операциясы болды. Содан Атырау облысына 24 әйел адам, 7-8 ер адам, және 80-ге жуық балдар келді. Сол әйелдердің арасында сондай опрос жүргізгенде 83% сол деструктивті діни ағымдардың идеологиясын ұстанып кеткен, сол әлеуметтік желі арқасында. Радикалды идеологияға алданған Айдос псевдо-шейхтардың ықпалымен елден кетуді жоспарлайды. Іс жасыру мақсатында Ақтау қаласын таңдапты. Бағыты Сирия. Ол өзгелерден ақылымда асырдым деп ойлап еді. Бірақ күшті құрылымдар оны әуежайда тұтқындап, елден кетуіне жол бермеді. Айдос адасқанын абақтыда түсінді. Салафизм идеологиясы дейтін. Ата-анаммен араласудан тияды, бауырлардан тияды. Сол ең жаман нәрсе еді, негізінде бөлектетіп адамды, өзіне жеке шығарып деген сияқты. Оған әртүрлі преграда салып айналасынан. Негізгі нәрсені түсінбеппіз де, ол нәрсе не нәрсе десеңіз, мен жанат деп жаңағыдай өлімге, неге, соғысқа асып жүрген кезде өзімнің қасымдағы жанатымды түсінбеппін де. Ол жанаттар кім десеңіз, яғни ата-анам. Ол кісілерге разылығын алсам, ол кісілерге көмектессем, Аллах Тағала екі жанаттың есігін ашып қоятын. Оны түсінбеппіз де біз. Діннің атын жамылып осындай қылмыстар жасап жүрген адамдарды әшкерелеп, дәстүрлі дінге ешқандай қатысы жоқ екенін көрсеткіміз келеді. Адамды деструктивтік ағымның қатарынан алып шығу үшін, оның радикалсыздандыру үшін тек қана теологтың жұмысы жеткіліксіз, ол психологтың да жұмысы керек. Еліміздің шекарасындағы күзет қырағы. Бірақ жат ағым үгіт насихаттарын онлайн жүргізуде. Интернетті ұтымды пайдаланып жатқан псевдо-шейхтар қазақ баласының өзегіне у шашуда. Сол арқылы біздің ұлттың жадын жоймақ. Сыртқы саяси күш деп айтуға болады. Елдің байлығын көздеу мақсат, елді құрту, ішінен бір-біріне қарсы қою, әкені балаға, баланы әкеге, басшыға, имам, жамағатты имамға қарсы қою деген нәрсенің барлығының астарында сол елді ыдыратып жүру. Сөйтіп, ол ыдырап кеткеннен кейін кешегі Сирия не болды мысалы, Ирак мысалы, қазіргі таңда не болды кеше, Ливия. Елімізде тәуелсіздік жарияланған күннен бастап терроризмге қарсы жүйе қалыптасты. Заңдар үнемі жетілдіріліп келеді. Арнайы қызметтер мен мемлекеттік органдар жаңа қатерлерді дөп болжап, стратегиялық шешімдер қабылдауда. Жалпы Қазақстан жаһандық қауіп-қатер саналатын терроризмге қарсы Біріккен ұлттар ұйымының барлық құжатына қосылған.
Мұсылман ақсақалдар кеңесі тәуелсіз ұйым. Бұндағы ғалымдар ислам әлемінің дамуын тежейтін түйткілдерді шешпек. Қазір түрлі қақтығыстарға, терроризмге дінді тамыздық ретінде пайдалану жиіледі. Қауіп қатермен күрестің тиімді жолы білім. Жастарды отансүйгіштік идея төңірегіне топтастыру керек. Ал ол күш ұлттық дүниетаным мен рухани мәдениет. Сонда ғана жастар мемлекет құрылысына қатысып, радикалды идеологияның жетегінде кетпейді. Ислам әлемі Қазақстанды бейбіт ұстаным биігіндегі мемлекет ретінде мойындайды. Салт дәстүр әдет ғұрып дегендердің ар жағын қарасаң, біздің қазақы болмысты білмейтін басқа ұлттың адамдарының көптеп көрініп тұрғанын көреміз. Ағартушылықпен айналысуымыз керек. Тәуелсіздігіміздің қолдан кетіп қалмау үшін кез келген адам өзінің қолдан келгенше еңбек ету керек. Сол үшін Алланың алдында сауапты істерді жасап қалу керек. Тәуелсіздік бізге жаратушымыз бұйырған бақ. Ата бабамыздың жолы хақ. Бүгінгідей күрделі кезеңде ұлттың рухани бітімі, тарихи тамыры, тұтастығы мен азаттығын сақтап қалу үшін болуымыз керек. Сақ.